Сәлем, менің жүктім. Мына жерде не істеп жатыр десеңіздер, бұл менің ұлым Мансұр. Мансұрға 5 жас болады скоро. Балама мына жерде доплер тексеріп жатырмын. Яғни жүрек соғысы. Бұл негізі үлкен балаларға, үлкен адамдарға арналмаған, іштегі балаға арналған. Мен алдыңғы 5-ші жүктілікте замерші болып қалғандықтан өте уайымшыл адаммын. Уайымдап Каспийден осыны тауып алдым. Яғни іштегі баланың жүрек соғысын 9 аптадан бастап сізге көрсетіп береді. Қанша минутына қанша соғып жатыр, немесе жүрек соғысының дауысын ести аласыздар. Мына доплерді мен тексеру үшін алдымен балама жасап көрдім. Шынымен де 84 шықты, және өзіме жасап көрдім. Кейде саны дұрыс болмаса да, бұл доплер жақсы дауысы естіледі. Осындай смазкасы бар, яғни УЗИда жағатын сияқты нәрсесі бар. Креммен жақсаңыздар да болады, гельмен жақсаңыздар да болады. Жағып, батарейкамен істейді. Бір жақсы жері, батарейкасын ауыстырып отырасыз. Батарейкасы менде 2 ай болды уже. 2 айға шыдап жатыр, Аллаға шүкір. Осылай доплерді қосасыз, дауыс шығаратыны бар, анау екеу астына үстіне түсіретін. Және де санды дұрыс көрсетпей жатса, қайтадан өшіріп тұрып, қайта басасыз. Күнде қолдану бұл адамға, балаға да, адамға да зиян емес, еш нәрсе етпейді. Магнит болғанымен де кішкене 5 минут сайын 5 минутке ғана қолдану зиян етпейді. Міне менің уже баламның, іштегі баламның жүрек соғысы. Қазір мен сіздерге бұны естіртемін. Алдыңғы жүктілігіңіз замерші болған болса, немесе үнемі угрозада жүрген болсаңыз, жалпы өзіңіздің іштегі балаңыздың состояниясын, үнемі жүрек соғысын білгіңіз келсе, онда осы доплер сізге өте жақсы көмектеседі. Мен күнде кешкісін баламның жүрек соғысын тыңдап жатамын. Қазіргі аптам менде баланың қарқынды қозғалатын уақыты, алайда мінез құлқы, темпераменті дейді ғой, іште туылғаннан бастап туа бітті қасиеті жай, көп қозғалмайтын бала сияқты, балам көп қозғалмайды менің. Күніне бір-ақ рет бір кішкене ғана қозғалыс жасайды, жасаса жасады, жасамаса ол да жоқ. Сондықтан да осындай аналарға доплер деген өте тамаша дүние. Мысалға, біздің гинекологтар да сұрайды ғой, қанша рет күніне қозғалады, бір күн қозғалмаса звонда деп. Бір күн қозғалмай қалса, мен паника ұстап, онда мен уже күнде уже 30 күн бойы жедел жәрдем қызметіне жүгінетін едім, бұл қозғалмайтын баламмен бірге. Яғни балам қозғалысы өте төмен, баяу болғандықтан 18 аптада басқа балаларым өте тез, қарқынды түрде қозғалса, дәл осы 6-шы жүктілігімдегі балам жай арасында бір-ақ рет бір түртіп қана қоятшы. Сондықтан осындай доплер алуға мүмкіндік туғанына шүкір айтамын. 7001 теңгеге алдым, қосымшасы бар. Енді сіздер қай уақытта бұл видеоны көресіздер, ол кезде қалай болады? Кәдімгі доплер для беременных деп Каспийге жазсаңыз, осы доплер шығады. Іші батарейкамен жұмыс жасайды, өте жақсы, маған өте ұнады. Менде жүктілікке қатысты басқа да видеолар бар. Токсикоз, жүктілік апталары, кезеңдері, баланың дамуы жайында, жалпы психология жайында да менде видеолар көп. Өзімнің каналыма тіркеліңіз, қарап көріңіз. Ана мен балаға қатысты барлық тақырыптарды бұйырса қозғайтын боламын.